Сәлем сұлулар, бүгінгі ауызашарға қазанда пісетін люля кебаб және қазан кебаб дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте сочный әрі мощный дәмді болып шығады. Ең әуелі қызып тұрған майға картоптарымызды салып, дәл видеодағыдай аудара отырып, қызартып қуырып аламыз. Әрине біздің картоптарымыз толықтай піспейді. Енді тартылған ет пен пиязға тұз, бұрыш, паприка салып, қолымызбен жақсылап ұрғылап, еттің ұсақ жіпшелері шыққанша 5-10 минуттай араластыратын боламыз. Өзіңіз байқайтын боласыз, еттің ұсақ жіпшелері шыға бастаған кезде шпажкаға да люля кебаб секілді етімізді жинап шығамыз осылай. Енді қызып тұрған майда люля кебаптарымыздың екі жағын қызартып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Әрине, бірақ пешіңіздің қызуында бақылаңыз. От қатты қызып кетсе, люля кебаптарымыздың сырты тез күйіп, іші піспей қалатын болады. Бір қалыпты орташа қызуда тұрғаны дұрыс. Енді қазанымызға жаңағы шала қуырылған картоптарымызды саламыз. Татымына қарай тұз, бұрышын себеміз. Оның үстінен шала қуырып алған люля кебаптарымызды қойып шығамыз да пештің астын қосамыз. Оның үстінен сұйық май құямыз. Сәл сұйық майға қуырып алғаннан кейін азғантай су құйып, шамамен 30 минутта баяу отта бұқтырып пісіріп аламыз. Ас болсын.